Сәлем достар, бүгін біз ірімшіктен пирог жасаймыз. Ірімшік, қант, кукурузный крахмал, 3 жұмыртқа және 4 қасық қаймақ барлығын блендердің көмегімен араластырып аламыз. Қоспамыз осындай сұйық болып шығу керек. Қамырымызды формамызға жайып алған соң, үстінен қоспамызды салып, шамамен асты-үсті режимінде 30-35 минут пісіреміз. Пирогымыз дайын болғаннан кейін 30 минуттай суытып аламыз. Пирогымыз өте жұмсақ, әрі өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Ас болсын, сіздермен болған Мадина Каркенқызы. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.